Қайырлы күн баршаңызға, әріптестер. Мен Бейсенонтаев атындағы жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жайынбаева Ардақ Қожаханқызы боламын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы математика пәнінен бастауыш сынып оқушыларының қызығушылықтарын, ойын элементтерін арқылы ояту. Мақсаты математика бойынша бастапқы білім сыни тұрғысынан ойлау қабілетін дамыту, зерттеу және қарым-қатынасты математикалық білімді өмірде қолданудың алғашқы дағдыларын қалыптастыру. Баланың логикалық ойлау қабілетін, оның есеп шығару ерекшеліктерін дамыту. Оқушылармен жұмысты ұйымдастыруда олар шаршап қалмас үшін математика сабақтарындағы жаттығу есептерін жиі ойын ретінде өткізу, балаларды оқуға деген қызығушылықтарын арттыру. Міндеттері баланың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін арттыру, есеп шығару ерекшеліктерін дамыту, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, зерттеу қабілеттерін дамыту. Бұл менің авторлық бағдарламам, яғни бастауыш сыныпқа арналған. Бастауыш сыныптың бірінші сыныптан басталып білім алушыларға математика пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасындағы тақырыптар негізінде ойындар арқылы оқушыларды өз бетінше жұмыс істей білуге дағдыландырамын. Ойлау қабілеттерін, ізденімпаздығын арттырамын және сөздік қорларын молайтамын. Ойынды қолдану сынып оқушыларының пәнге деген қызығушылығын арттырады. Белсенділік танытып, материалды қажетті деңгейде игеруіне ықпал етеді. Логикалық есептер мен тапсырмаларды берілген математика бастауыш сынып мұғалімдеріне ұсынамын. Нормативтік негізі оқу жылының күнтізбелік тақырыптық жоспары негізінде жасалған. Бағдарламаның құрылымы бірінші, төртінші сыныптарға арналған, әр сынып бойынша 34 аптаға, яғни аптасына 1 сағат болады. Математика ойын элементтер арқылы оқимыз. Таңдау пәні курсының мазмұнын білеміз. Біреудің кейінгі деңгейлеріндегі жалғасып табатын 5 бөлімнен тұрады. Сандар және шамалар. Екіншісі алгебра элементтері, үшінші геометрия элементтері, төртінші жиындар, логика элементтері және бесінші математикалық модельдеу. Пәнаралық байланыс математика, әдебиеттік оқу, жаратылыстану, дүниетану сабақтар бойынша. Еліміздегі болып жатқан түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру жүйесіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, оқушылардың шығармашылық дағдыларын дамытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді. Жаңашылдығы бастапқы сыныптарда математиканы ойын элементтер арқылы оқытуда балалардың логикалық ойлау қабілеттерін, есеп шығару ерекшеліктерін дамыта түсу. Сондай-ақ математикалық ойындар арқылы оқушыларды жылдам ойлауға және тез жазуға жаттықтыру, пәнге деген қызығушылықтарын арттыра түсу. Заман ағымынан қалай жаңа технологияларды, білімді 21-ші ғасырдағы дағдыларын оқушы бойынша меңгерте білу қазіргі мұғалімдердің басты міндеті. Сондықтан арнайы ұйымдастырылған дамыту, тәрбиелеу сабақтарының атқаратын рөлі зор. Сабақты түрлі электронды құрылғылар мен презентация арқылы өткізу тиімді. Бұл арнайы ұйымдастырылған дамыту, тәрбиелеу сабақтары оқушының тіл байлығын, эстетикалық талғамын, сөйлеу нақышын, қызығушылығын қалыптастырады. Сабақтарды деңгейлеп оқыту, дамыта оқыту технологиялар элементтерін үнемі қолданып отыру маңызды. Курс сабақтарында қолданылатын әдістер сұрақ-жауап, ойын түрлері, ой шақыру, ой толғау,
пікірталас және топтастыру ойын элементтерін сабақта пайдаланамын. Баланың жас ерекшелігіне, зейініне сай арнайы ұйымдастырған ойындар баланың ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, мінез құлқын, ерік жігерін қалыптастырады. Сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Сондықтан оқушылардың ой өрісін дамытудағы ойындар төмендегіше: логикалық ойын, ребус, сөз жұмбақ, кілт ашу, үнемдемес, үндемес, танымдық ойындар, ұлттық ойындар, салт дәстүрге байланысты ұлттық ойындарымыз, және ұлттық ойын түрлері: бәйге, қанталапай, теңге ілу сияқты. Қимыл әрекет ойындары: қысқа жолды тап, айға ұшу, балық аулау, жеміс, гүл теру, дүкенге бару, күннің көзін ашайық, кім жылдам, көршісін тап, қандай сан қандай гүлге қонады деген сияқты қимыл іс әрекеттерге байланысты әдіс тәсілдер. Баланың ерекшелігіне басты көңіл бөлу керек. Бастауыш сыныптарда математиканы ойын элементтер арқылы оқыту. Математикалық ойындар оқушыларды жылдам ойлауға және тез жазуға жаттықтырады. Математиканы ойын элементтер арқылы оқытуда басты рөл атқарады. Басты орында тұратын ұстаным теория мен практиканың байланыста болуы. Күтілетін нәтиже: бастауыш сыныптарда математиканы ойын элементтер арқылы оқытуда балалардың логикалық ойлау қабілеттері, есеп шығару ерекшеліктері дами түседі. Сондай-ақ математикалық ойындар оқушыларды жылдам ойлауға және тез жазуға жаттықтырады. Пәнге деген қызығушылықтарды арттыра түседі. Функционалдық сауаттылығын қалыптастырады. PISA, Times сияқты халықаралық зерттеулерде жоғары нәтиже көрсетеді. Мұғалім мен оқушы арасында кері байланысты қамтамасыз етеді. Оқушылардың материалды қалай меңгерудегі туралы мұғалімнің санды, сапалық ақпарат алуы, білімдегі кемшіліктерді дер кезінде табу, тексеруді мақсат етеді. Оқушылардың білім деңгейін, оның сапасын, оқу еңбегінің көлемін анықтау, оқу нәтижелерін тексеру және бағалау оқушылардың танымдық жұмысын ұйымдастыру, басқаруға негіз болады. Мұғалім мен оқушының бірлескен іс-әрекеті арқылы оқушылардың оқу материалдарын қалай меңгеретіндігін туралы тексеру әдістері арқылы анықтайды. Оқушылардың білімін тексеру әдістері: ауызша тексеру, жазбаша сұрау әдістері, практикалық әдіс, машинамен тексеру әдісі, тест, бақылау жұмысы, үй жұмысы арқылы әртүрлі тексеру арқылы әдістер қолданамын. Ауызша сұраудың кең тараған фронталдық және аралас түрлері бар. Жазбаша тексеру қысқа мерзімді ішінде барлық оқушылардың білімін тексеруге, әрбір оқушымен жеке жұмыстың бағытын белгілейді. Практикалық әдіс арқылы оқушылардың білімді практикада қалай қолданылатынын анықталады. Тест бойынша білім тексеруді түрлі сұрақтарға оқушылардың қойып жауабын түрінде тексеремін. Мысалы, әртүрлі әдістерім: бос төргөзді толтыру. Бұл жерде таңбалар, теңдіктер мен теңсіздіктер жазылған кесте тақтаға ілінеді. Ойын тәртібі: ойынға қатысушы оқушылар тиісті таңбаны алып, бос төргөзге қойып шығады. Таңбаны дұрыс қойған оқушы мадақталады. Енді екінші әдісім қатты жеткіз. Бұл жерде тұмсығында өрнегі бар көгершін және нөмірі жазылған үйлер тақтаға ілінеді. Ойын тәртібі: ойынға қатысушы оқушы көгершіннің тұмсығындағы қатты алып, өрнекті шешіп, тиісті үйдің терезесіне салады. Қатты өрнектің мәнін дұрыс тауып салған оқушы жеткізеді. Сөйтіп, ол оқушыны да мадақтаймын. Мен де көптеген осындай әдіс тәсілдер қолдандым. Тыңдағандарыңызға рахмет.
сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Сау болыңыздар.